Тағы осы жерде бір айтатын нәрсе. Мешітке келетіндер кілең жастар. Жас болғанда 30-ға дейінгілер. Ал 30 бенен 50-дің арасында адамды зорға табасыз. 30-дан кейін білмеймін, сонда намазға анау бел иілмей қала ма, жоқ хайыз келе ма, нифас бола ма, әйтеуір білмеймін, намазға үзірім бар дейді. Еркек адам болса да. Сосын ойлайсыз, 30-дан кейін әйел болып қала ма, ана үзірі келіп, жаңағы не болып қалады өзі деп таңғаласыз енді. Мүмкін үзірі келіп жүрген шығар деп. Кейбіреулер бар. Намаз оқы десе, дәретім шыдамайды дейді. Бір жерге асқа палауға шақырсаңыз, 2 сағат бойы сөйлеп отыра береді ғой сол жерде. Дәретке бір шығып келмейді. Бір шықпайды дәретке. 2 сағат бойы сол жерде палауын жеп, әптен тісін шұқып, кекіріп, шайын ішіп, соңғы не бересің болды дегенге шейін сол қайтады, сосын зорға қуып шыққандай. Бірақ дәретке шықпайды сол адам. Намаз деп қалсаң, үзір дейді, менде жаңа дәретім кетіп қала береді дейді. Бірақ палауға дәрет кетпейді о кісіде. Бауырлар, бұл мысалдың барлық бірақ нәрседе. Сіз өзіңіз жүрегіңізден Құдайға мұқтажсыз ба, соны біліңізші. Мына дүниеде сұрайтыныңыз бар ма, жоқ ба? Көп қой, Құдайдан сұрайтыныңыз бар шығар? Көп. Егер жаз десе, бір газет па, журнал ма, жоқ, Құдай біледі, анау бірнеше томдық кітап жазатын шығармыз. Маған анау бер, мынау бер, мынау бер. Бастайсыз ғой, мысалы, үйде кішкентай тұздан бастайсыз, тұзым таусылыққа бет, сіріңке керек ет, газ керек ет, анау керек ет, мынау керек ет. Бастайсыз, үлкен болсам, президент болып кетсем екен, әрқайсымызға бір-бір мемлекет бер, бір-бір әскерден беріп, 4 этажды кәтір берсең екен, бір-бір өзіміздің аралымыз болса екен дегенде кетеді ғой сөздер. Халайық бұның бәрін беретінде, алатында Алла. Қазір тіршілік басталды, көктем. Барлығымыз дүниеге шығамыз, дүние іздейміз. Бірақ сол дүние іздеу сізді адамдық қасиеттен, осы сіздің кеңдігіңізден айырмасын. Құл екендігіңізді мойындап, құлдығыңыздан да айырмасын.